Оқуға құштар мектеп жобасы балалар кітапханасы бағдарламасы аясында 14 ақпан халықаралық кітап оқу күніне орай шын жүректен кітап сыйла атты челлендж Баймырза Беспаев атындағы мектеп гимназияның 6 А сыныбы Абдырахман Айтиев мектебіне жолдаймыз. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы туылып, 1992 жылы қаза тапқан. Бердібек Соқпақбаев қазақтың көрнекті жазушысы, балалар әдебиетінің классигі. Оның шығармалары қарапайымдылығымен және шынайылығымен ерекшеленеді. Менің атым Қожа. Бердібек Соқпақбаевтың ең танымал шығармаларының бірі ғана емес, қазақ әдебиетінің алтын қорына енген туынды. Ол алғаш рет 1957 жылы жарық көріп, қазіргі таңда оқырмандарының сүйікті кітабына айналды. Бердібек Соқпақбаев Қожа бейнесінде балалық шақтың қателіктерімен және оның шешімдерінің шынайы екенін әсерлі суреттейді. Ол баланың ішкі жан дүниесін тереңдете ашады. Қожаның аман мақсаттары мен қателіктері, одан алған сабақтары шығармада анық және көркем сипатталған. Шығарма оқырманды адалдыққа, жақсылыққа тәрбиелеп, адам өзін тәрбиелей алатынын көрсеткен. Бердібек Соқпақбаевты «Менің атым Қожа» повесінің жасөспірімдердің ішкі жан дүниесін, қызықтары мен қиындықтарын шынайы бейнелейді. Автордың мақсаты балаларды адамгершілікке, еңбекқорлыққа баулып, өмірдегі жақсы мен жаманды ажыратуды үйретеді. Қожа бейнесі арқылы оқырмандарға адамгершілік құндылықтары насихатталып, өмірдегі барлық жақсы мен жаманды ажыратуды үйретеді. Менің атым Қожа повесінің негізгі ойы балалық шақтағы тәрбие, адалдық, жауапкершілік пен арман туралы. Жазушы Бердібек Соқпақбаев Қожа есімді баланың өмірі арқылы оқырмандарға баланың ішкі әлемін, оның жамандық пен жақсылықты түсінуі, өзінің мінез-құлқын түзету сияқты мәселелерді көрсетеді. Шқания Бауыржан Момышұлының шығармаларының бірі. Оның басты мақсаты балалар, жас ұрпақты біздерді адалдыққа, әдептілікке және ұрпақ әдет-ғұрыптарды сақтауға үйрету. Ол шығармадағы басты кейіпкер автордың өзі, яғни Бауыржан Момышұлы. Ол әр адамға шабыт беріп, өз ақылдылығымен бөліседі. Мен осы апталықтың ішінде Қажымұқан атты кітапты оқыдым. Оның ішінде Қажымұқан бабамыздың өмірбаяны және де күресті деген маңыздылығын, күрестің тарихын шынайы бейнелейді. Мен халық әдебиетінен пайда болған Аяз би ертегісін оқыдым. Бұл жерде бір жаман деген кедей болады, бірақ ол кедей болса да ақылдылығымен хан тағына шейін жетеді. Бұл ертегінің мақсаты адам қандай кедей болса да өзінің ақылдылығымен өзінің пайдасын іске асыра алады. Мен Сайын Мұратбековтың Жусан иесі атты шығармасын оқыдым. Бұл шығармада басты кейіпкер Аян болып табылады. Аян өте сабырлы, сыпайы, әрі ертегіні жақсы айтатын бала болады. Бұл шығарманың мақсаты өзінің туған еліне деген патриоттығын сезімін білдіру болып табылады. Мен сіздерге осы шығарманы оқуға кеңес беремін. Гарри Поттер кітабының авторы Джон Роулинг бұл кітапты 1997 жылдан бастап 2007 жылға дейін жазған. Ол кітапта, яғни Гарри Поттер кітабының негізгі мақсаты адамды достыққа, адалдыққа, ұйымшылдыққа, батылдыққа, сен қандай бала болсаң да тек батыл болу керек екенін, алдына қойған мақсатқа жетіп, соңындықты жеңе білуге үйретеді. Мен осы кітапты достарыма және де басқа адамдарға оқуға кеңес беремін, себебі бұл кітап өте қызықты және де адамға тек жақсы мінез құлықтарды бойына тартады.